Психологияда үйлесімді өмір сүруді 3 тармаққа бөліп қарастырады екен. Біріншіден, адам өзін бар қалпында қабылдай алу керек. Сондай-ақ өзінің бойындағы кемшіліктің де тиімді тұсын таба алуы тиіс. Әрі өмірде берілетін мүмкіндіктерді пайдалана отырып, үнемі қабілеттерін дамытып отыру керек. Ішкі жан дүниенің біз үшін үйлесімділікте болуы өте маңызды. Ол дегеніміз өзіңізді төмен санамау, өзіңізге деген сын пікір орынсыз айтпау, болмаса жаңағы өзіңізді тіптен тежеп, жаңағы іштей менің мүмкіндігім жоқ, қолымнан келмейді деген сияқты тағы да әрі қарата ішке бұқпау. Көрдіңіз бе? Бұл дегеніміз ол адамның ішкі сезім болғаннан кейін психикаға тікелей әсер етеді. Көрдіңіз бе? Осы ішкі сезімдер адам өзін қалай сезінеді, қалай ойлайды, өзін жаңағы ішкі комплексі болмас үшін адам өзін реттеп отыру керек. Сол жағдайда ғана сыртқы болмысын да қабылдай алады. Жан мен тәннің үйлесімде болу үшін комплекстен арылу маңызды дейді психолог. Себебі ішкі сезімдер сыртқы болмысымызға әсер етеді екен. Десе де, әр адам сыртқы факторлардың әсерінен емес, ішкі қалаумен санаса отырып, өзгерістерге қадам басу керек. Кемшіліктерін тізіп жазып, оны тиімділігін, тиімсіздігін, ол басқа өзгеге ойламау керек тиімділікті. Ол өзіне тиімділігін ойлау керек, көрдіңіз бе? Мысалға, маған күнделікті қаншалықты жұмысқа кешігіп барған тиімді. Біріншіден, болмаса күнделікті осы кісіден сөз ести берген қаншалықты тиімді. Ол кісінің әрине жүйкесіне әсер етеді, ол көңіл күйіне әсер етеді. Сол жұмыс орындап отырғаннан кейін кешке дейін 6 сағат уақыт ол көңіл күйі түсіңкі болғаннан кейін жұмыста өнімсіз болады деген сөз. Мен үйлесімді өмір сүріп жүрмін бе? Бұл сауалдың жауабын күнделікті жоспарыңызға қарап анықтауға болады. Маманның айтуынша, мәнді өмір сүретін адамның күндік жоспары жүйелі жазылады. Қалай ол мен өзіммен өзімін деген сұрақ туады да? Бірақ мына сұрақтың мәнін ашу, түсіну жай адамдарға ол кішкене қиындау. Ол өз-өзіңмен үйлесімде бол дегеніміз, ол ең бірінші бізде екі бөлмеде психологиялық ахуал, физикалық ахуал дейді. Мысалға физикалық ахуал біздің сыртымыз, тәніміз, бәр болмысымыз. Ал енді психологиялық ахуал ол сіздің ішкі жан дүниеңіз. Өзіңмен үйлесімде болудың қандай пайдасы бар? Ең бірінші адам өзін қалай бар солай қабылдайды. Ішкі жағдайы толық қанағаттану деген сөз. Екіншіден, өзінің жаңағы қателіктерін, мысалға кемшіліктерін оң жаққа қарай ауыстыру, яғни тиімділікке ауыстыру. Демек, үйлесімді өмір сүретін адам өзгенің таңдауына емес, өзінің қалауына басымдық береді. Үйлесімді ғұмыр кешіп жүрген адам ғана сыртқы фактордың орынсыз сынына мән бермейді. Себебі саналы түрде өзінің артықшылығы мен кемшіліктерін біледі. Ең бастысы, ол өзін бар күйінде қабылдап, бойындағы қабілеттерді дамыта алатын адам.